Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, осы видеоны лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Бүгін осындай макаронды яшықта жасайтын боламын. Жасалуы өте оңай және асыққанда көп уақытты алмайды. Ең алдымен тартылған еттің үстіне пиязды майдалап турап саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз саламыз. Және етіміз шашырап кетпес үшін бір жұмыртқаны қосып тағы да араластыратын боламыз. Одан кейін осындай макаронды яшықтарға етімізді кішкене басыңқырап салып шығамыз. Менің каналымды қолдап, осы видеоны поделиться батырмасын басып, достарыңызға, әпке сіңілеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Менің каналымда бұдан да басқа ыстық тағам түрлері және тәтті пирогтардың рецепттері көп. Сондықтан каналға тіркеліп қойыңыздар. Осылай барлығын салып болған соң табамызға аз ғана сұйық май құйып, пиязды майдалап турап саламыз. 1-2 минуттай пиязымызды қуырып аламыз. Одан кейін үкіштен өткен сәбізді салып, оны да 1-2 минуттай қуырамыз. Біраз қасық томат пастасын қосып, қуырып, үстіне майдалап туралған картопты салып, аз ғана қуырып, дәміне қарай тұз және дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Үстіне су құйып, яшықтарымызды салып шығамыз. Яшықтарымыз суда батып тұратындай су құю керек. Мен аз болған соң тағы да аз ғана суды құйдым. Осылай барлығын салып, бетін жауып 20-25 минуттай орташа отта пісіретін боламыз. Міне өте оңай әрі тойымды макаронды яшықтарымыз дайын болды. Бетіне укроп сеуіп, тағы да 1-2 минуттай пешімізді өшіріп, пештің табында қоя тұрамыз. Осымен 25-30 минутта кешкі асымыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.